Жаңадан сау кесілейін деп жатқан бағдарламаңыз құтты болсын. Рахмет. Бүгін эфирге шығады ғой бұйыртса. Бұйырса, иә. Күтіп отырмыз. Жүргізушісі өзіңіз. Иә. Бәрекелді, құттықтаймыз. Рахмет. Жалпы бұл енді былтырғы хабар арнасында болған болашаққа бағдар бағдарламасының жүйелі жалғасы деп айтуымызға бола ма? Иә, бұл енді формат жағынан сол бағдарламаға ұқсас, дегенмен өзінің жаңалықтары бар. Біздің тарихқа, өркениетке өзі аты айтып тұрғандай, мәдениетке байланысты хабар болмақ. Бұл енді идея қайдан деген сұрақ қой енді бұл. Идея енді бұл хабар агенттігі, хабар арнасы өздеріңіз білетіндей, біздің тарихқа, мәдениетке әрдайым үлкен көңіл бөледі. Оны насихаттауға, халық арасына жеткізуге ерекше күш салады. Бұл енді жалпы жаңа форматтағы осы мәдениетке байланысты, тарихқа байланысты бағдарлама, соның бір жалғасы деуге болады. Бірақ енді негізі елбасымыздың мақаласынан кейін туындап отырған. Енді бағдарламаны сіз толық айтып қоймаңыз, халыққа қызық болу үшін, бірақ дегенмен де аңдатпа ретінде айта кетсеңіз, алғашқы қонағы кім болады? Енді хабарымыздың алғашқы қонағы осы ұлы дала. Қандай тақырыпта? Иә, тақырыбын айта кетейік. Ұлы дала ұғымы деген мәселеге арналды. Жалпы ұлы дала деген концепция, осы идея бұл не? Жалпы ұлы дала деген өте кең ұғым ғой. Оның бір мәдениеттік, өркениеттік өлшемі қандай? Ұлы дала осы қазақтың қазіргі саяси географиялық шекарасымен ғана шектеле ме? Әлде ол одан да үлкен кеңістік пе? Біздің мәдени өркениеттік кеңістігіміз бе? Дүниетанымдық. Соған арналды. Жалпы ұлы даланың азаматы деген қандай болады? Оның бойындағы қасиеттер қандай болу керек деген? Иә, тұлғалар деген мәселеге арналды. Және біздің хабарымызға ең алғаш бүгін эфирге шығатын Жамбыл Артықбаев, тарих ғылымдарының докторы, профессор, сол азамат қатысты. Және Қадыралы Қоңқабаев, Қырғызстаннан келген ғалым, қазіргі Түркі академиясының академигі, мүшесі. Сол екі азамат келіп өздерінің пікірін білдірді. Одан бөлек сарапшылар қосылды. Сосын хабарымыздың тағы бір ерекшелігі ретінде айта кетеріміз, бұл біз мына шетелдік ғалымдармен байланыс орнатып, солардың пікірін білгіміз келеді. Осы біздің өркениетке, мәдениетке байланысты. Себебі сырт көз сыншы деген жақсы сөз бар ғой бізде. Сондықтан біз өзіміздің қазанымызда қайнап, өзімізге өзіміз баға беріп, оны халыққа жеткізгенше сырттың да пікірін біліп отыру. Енді мысалы ұлы даланың жаңа тұлғаларына байланысты, енді кейбір тұлғалар енді ортақ тұлғалар бар ғой түркі әлеміне. Жалпы өзбектер де айтады, біздікі дейді, қазақтар айтамыз, біздікі дейміз. Сол сияқты мәселелер қалай болады? Жалпы осы бағдарламада арқау бола ма бұндай тұлғалар? Иә, бұл жерде енді тарих өте терең, сосын біздің өркениеттік кеңістігіміз де өте үлкен. Мысалға жаңа Қорқыт бабамызға да, бұл мысалы Қорқыт, түрікке де, Ақсақ Темір, мысалы қазаққа да, өзбекке де бірдей тұлға. Бұны енді біз жалпы түркілік сана тұрғысынан, жалпы мына Евразиялық кеңістіктегі туыс халықтардың жақындығы тұрғысынан талдауымыз керек сияқты. Мысалы үшін Сұлтан Бейбарыс пен Кетбұға жырау. Мысалы, екеуі, мысалы, Айын-Жалұтта кезінде үлкен соғыс болған, білесіздер, Сұлтан Бейбарыс киносында. Бұл да екеуі де біздің мәдени өркениеттік ортадан шыққан адамдар. Тек біреуі Мәмлүк мемлекетінің қолбасшысы, екіншісі Шыңғысханның биі, Шыңғысханның үлкен қолбасшысы болған. Енді қызық, бұл бір жағынан алсақ, бір диалектика, парадокс. Бірақ екеуі де біздің өркениетке, біздің мәдени ортамызға жақын. Біздің бабаларымыз деп болады. Енді бұл ұлы тұлғалар тақырыбы ғой. Иә, соны мысалы талдау өте қызық. Ал заманауи үрдістегі тақырыптар қозғалуы мүмкін бе? Заманауи үрдіс біздің бағдарламаның ең басты ерекшеліктерінің бірі сол замандағы мына рух, үлкен пассионарлық белгі. Мысалы үшін Сұлтан Бейбарыстың өзін алып қарайтын болсақ, құл болып барып, бүкіл мемлекетті 30 жылға жуық басқарып, 100 жылдан аса сондай қыпшақтардың династиясын құрған адам. Соның басында тұрған. Сол рухты, сол пассионарлықты қазіргі заманға қалай әкелеміз? Халықтың ойында қалай оятамыз деген бір практикалық, таза бір қолданбалы нәрселер бар. Ұлы дала ұғымын жалпы бір сөзбен, ол ұғымы нені білдіреді? Жалпы бір сөзбен сипаттап айтып өтсеңіз. Ұлы дала ұғымы. Ұлы дала деген енді біздің қазақстандық тұрғыдан, қазақи тұрғыдан алатын болсақ, ол әрине қазіргі Қазақстан. Ал егер одан кең мағынасында, кең дүниетанымдық тұрғыдан алатын болсақ, онда бұл Евразиядағы біздің бабаларымыздың, біздің жүріп өткен аталарымыздың жасаған кезіндегі солардың өркениеттік сондай ортасы.
бұл енді тек қана қазақстанмен шекарасы шектелмейді. Мысырға дейін кетіп қалады дейсіз. Иә, бұл мысалы мына Монголия территориясы, себебі ол жақта күлтегін, тоныкөктің үлкен ескерткіштері тұр. Біздің бүкіл мына Алтай цивилизациясы. Одан кейін мысалы бүкіл мына Евразия кеңістігінде мына геосаясатта Хартленд деген ұғым бар. Евразияның жүрегі. Тіпті мына осының бәріне біздің мына түркі халықтары, ғұн өркениеті, сақ өркениеті бәрі кіреді. Сондықтан біз соның бір жалғасы ретінде осы ұлы дала концепциясы, ұлы дала идеясы осы бір географиялық өлшем тұрғысынан осыған кіреді. Ал идеялық тұрғыдан бұл осы кеңістікте болған бұрынғы өте алып мемлекеттер, өте күшті бүкіл әлемге өзінің беделін көрсеткен елдердің бір өркениеттік белдеуі. Соның бір цивилизациялық көрінісі. Себебі қазір әлемде біз алып қарайтын болсақ, шығысымыз Қытай, оңтүстігіміз Индия, мына жағымыз араб пен парсы, мына жағы Ресей, оның ар жағы Еуропа, Американы айтпай-ақ қойық. Енді Америка географияға қарамай-ақ өзінің музыкасымен, киносымен әлемге қалай ықпал жасап отыр. Сондықтан біз осындай үлкен мәдени бір қыспақтың ортасында тұрмыз. Қытайды алыңыз, алып мемлекет мәдениеті, киносы арқылы қандай экспансия жасап отыр қазір. Индия енді оны айтпай-ақ қойық. Европа бүкіл біздің киіміміз, стиль бәрі Европадан келеді. Араб мұсылман әлемі ол өз алдына бір керемет автаркиялық орталық, ол ешкім ештеңені қажет етпейді. Иранды өздеріңіз білесіздер, парсы кезіндегі сасанидтер дейді. Ал енді біз осындай ортада қалай өзімізді көрсетуіміз керек, осы мәдениетімізді сақтауымыз керек. Себебі ол бос кеңістік болмайды, ол жерге бәрібір идея, басқа бір дүние танымдар келеді міндетті түрде. Сондықтан ұлы дала концепциясы осы мәдениеттердің ортасында бірге жасасу. Ұлы дала өркениеті бағдарламасын қонақ отырған сияқтымыз, алғашқы қонақ біз сияқтымыз. Осы ұлы дала өркениеті бағдарламасының алғашқы шығарылуына, жалпы шығарылуына атсалысқан шығармашылық ұжым, топ туралы айта кетсеңіз. Кімдер жұмыс істейді? Біздің бағдарламамыздың шеф-редактор Айдос Тұрысбек, бұл хабар арнасының бас продюсері. Продюсері бағдарламаның Әсел Тұрсынғазина. Осы үлкен жобаларды жүзеге асырып жүрген кадрдың сыртындағы қаһарман. Кезінде бенефис шоу деген сондай өте жақсы бағдарлама болған, өздеріңіз білесіздер. Соның продюсері болған, өте мықты ұйымдастырушы. Әділбек Құламан деген редакторымыз бар. Енді осындай әріптестердің арқасында осы бағдарламаны жасап жатырмыз. Енді тарихқа байланысты, өркениетке байланысты бір жақсы тұшымды әңгіме болады, бір халықтың ойына жаңа нәрселер салады деген үміттеміз. Жақында Азамат және Сана деген бағдарламаларда шығады жарыққа. Бұлар не туралы болады? Хабар арнасында енді қазіргі уақытта соңғы 1-2 жылда бізде қоғамдық нәрсеге, тарихқа үлкен бетбұрыс болып жатыр ғой. Соның ізін ала осы Сана деген бағдарлама шығып жатыр. Бұл енді орыс тілінде. Не жайында бұл? Бұл енді тарихқа байланысты, мәдениетке байланысты орыс тілді аудиторияға сондай жүргізуші арқылы және сюжеттер арқылы берілетін жаңа сондай тың хабар болмақ. Ал енді Азаматты оны өздеріңіз де бұрыннан білесіздер. Бұрынғы Азамат па кәдімгі? Иә, бұрынғы Азаматтың бір жалғасы ретінде. Ол жастарға арналған. Иә, бұл жастар жылына қарай жаңадан шығып отырған хабар. Дебат па? Дебат емес, бұл жолы енді бір қоғамдық талқылау, бір ашық пікірталас, пікірсайыс, пікір алмасу алаңы деуге болады. Бұл енді таза бір дебат формасынан кішкене алыстау болатын шығар. Ал енді бұл жерге бүкіл жастар саясатының айналасында, жастар мәселесінің айналасында жүрген барлық мемлекеттік органдар, қоғамдық ұйымдар, үкіметтік емес ұйымдар, кез келген белсенді жасты, өнерлі, талантты, білімді, соның бәрін осы жерге жинап, бір пікір алмасу, жастардың мәселесін талқылау, бүкіл әлемде қандай тенденциялар бар, қазіргі қазақ жастарының бет-бейнесі деген сияқты үлкен мәселелерді талқылау көзделіп отыр. Енді ол бұйырса осы ақпан айында наурызға қарай шығып қалады. Бір туындының тарихы дейтін бағдарлама. Иә, хабар бір туынды тарихы жалғасып жатыр. Бұл енді өте қызық хабарлардың бірі, себебі кез келген туындының артында үлкен бір ізденіс бар. Әннің, кез келген бір спектакль, сурет, не болмаса бір музыкалық композиция. Соларды насихаттау тұрғысынан, оның бір астарындағы бір қызық жайттерді көрсету тұрғысынан бұл өте қызық хабар, жалғасып жатыр, қазір эфирде бар. Енді алдағы уақытта осы біздің інжу маржандардың қалай дүниеге келгені, олардың оған не түрткі болғанын осы хабар арқылы көрермендеріміз біле алады.
осы бір туынды тарихы маған ерекше ұнайды. Өйткені айтары көп, қызық жайттерден сондай бір хабар беретін, осы бағдарламаны дайындайтын, оны ұсынған авторларға алғысымыз көп, үлкен алғыс айтқысым келеді. Саят мырза, жаңа сізбен сұхбатты бастамас бұрын өзіңіз естіп отырған шығарсыз. Олжас өзінің телехикаяларды үйде келінмен бірге шай ішіп отырып көретіндігін мойындады. Байқамай білдіріп қойды. Өзіміздің хабар арнасынан көрсетілетін Жалғыз жауқазын және Келінжан телехикаялар көрсетіліп жатыр, иә? Қазір ғана біз ақпарат ретінде айта кеттік. Келінжан телехикаясы YouTube желісі бойынша 1 миллионнан астам қаралымды көрсеткен екен 2 аптаның ішінде. 2 аптаның ішінде ма? 2 аптаның ішінде, иә. Продюсер кім екен? Ондай рекорд бұрын болған емес. Яғни телехикаялардың арасында. Яғни хабар арнасының телетоптамалар туралы айтар болсақ, онда біздің Ана жүрегі деген телефильмнің өзі Өзбекстанда, алыс жақын шетелдерде көрсетіліп жатыр. Енді телеконтенттің сапасы жылдан жылға артып келе жатыр. Бұл енді бүкіл Қазақстанда, сонымен бірге хабар арнасында да. Біз өте болған қуаныштымыз, себебі телевизиялық аудитория осындай фильмдерді сұрайды, көргісі келеді. Бұл сериалдардың айтар ойлары да бар, әзілі бар, басқа салмақты ойлары бар. Сондықтан сериалдардың да былай қазіргі уақытта мен кейде сериал көрмеймін дейтін адамдар болғанымен, ол бәрібір халыққа керек, оның өзінің бір көрермені бар. Сондықтан менің ойымша сериалдардың да былай бәсекеге қабілетті болу, олардың көрермен назарына және бір қуантарлығы, өзіміз түсіріп жүрген сериалдар жыл сайын қатары көбейіп келе жатыр, біздің отандық өнім. Бұрын енді бәріміз енді Карстың сериалын, түріктің, басқа үндінің деген сияқты көруші едік. Қазір енді өзіміздің отандық киногерлердің туындысы жақсы сапамен қатар көбейіп жатыр. Қазіргі киноларға қойылатын талап та жоғары, соған сәйкес фильмдердің де сапасы жылдан жылға артып келе жатыр деуге болады. Бұл енді әрине біз мысалы Netflix сияқты немесе Америкадағыдай деңгейге әлі ұмтылуымыз керек, дегенмен біздің сериалдардың сапасы жылдан жылға өсіп келе жатыр. Бұны біз ғана емес, көрермендер де айтып келеді. Қазіргі бір қуантатыны қазақ тілді аудитория сондай бір өз-өзіне былай автономды болып келе жатыр. Мысалы, бұрын жаңа жылда ресейлік арналарды көрсе, біздің азаматтар қазір керісінше қазақ тілді әндер, қазақ тілді сериалдар, қазақ тілді контент бірінші кезекте. Бұл өте қуантады, және теленарықтағы ойыншылардың бәрі қазақ тілді контент жасауға ұмтылады. Сол арқылы біз қазақ тілінің, біздің өркениеттің, мәдениеттің аясын кеңейте береміз. Сол қуантады, сондықтан осыған жұмылып жұмыс істейміз. Ал енді бүгінгі мынау Ұлы дала өркениеті бағдарламасының жүргізушісінің таңғы тілегі. Бүгін эфирге шыққалы отырған әдемі бағдарламаның су жаңа жүргізушісінен таңғы тілек біздің көрермендерімізге. Енді таңғы нәсіп тәңірден дейді ғой. Шығыстың даналығында таңертең ерте тұрған адамның несібесі де, ырысы да, денсаулығы да көп болады, мықты болады дейді екен. Бұл шынымен де ақиқат. Сондықтан таңғы нәсібіміз көп болсын, еліміз аман болсын. Еліміз аман болса, біз де аман, бақуатты, қуанышты боламыз. Бәрекелді. Ел аман болсын. Көп-көп рахмет.